Сәлем қыздар, бүгін біз ерекше салмасы бар профитроли әзірлейтін боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 1 стакан су, 130 грамм сары май немесе маргарин салсаңыздар да болады. Шым-шым тұз. Сары майымыз еріп, суымыз қайнағаннан кейін 1,5 стакан ұн саламыз. Баяу отта үздіксіз араластырып отырамыз. Осындай картоп пюресі сияқты қамыр пайда болады. Басқа ыдысқа салып суытамыз. Қамырымыз суығаннан кейін жұмыртқаны біреулеп салып араластырып отырамыз. Қамырымыз жұмсақ болғанша жұмыртқамызды салып араластырып отырамыз. Міне біздің профитроли қамырымыз дайын болды. Енді 333 нөмірлі насаткамен орналастыратын боламыз. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста ашық қоңыр түсті болғанша пісіріп аламыз. Салмасына кірісеміз. Піскен тауық еті мен жұмыртқамызды майдалап турап аламыз. Сырды үкіштен өткізіп, жүгері мен майонезді және де аздап дәміне қарай тұз салып араластырамыз. Суыған профитролимізді көріп тұрғандарыңыздай осылай кесіп, арасына салмамызды салып шығамыз. Міне біздің ерекше салмасы бар профитролиміз дайын болды. Рецепт ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.